Келіңіздер менің каналыма. Бүгін сіздерге осындай дәмді самса шашлык жасап көрсетемін. Жасап көріңіздер, жасалуы оңай. Дәмі енді керемет. Мен енді начинкасын дайындап алайық. Фаршқа пиязды майдалап өткізіп аламыз. Картопты теркадан өткізіп аламыз. Оны да майдалап, үстіне тоз бұрышын салып, дәмін келтіріп, араластырып қоямыз. Болған начинкамызды осылай котлет жасаған сияқты қолымызбен осылай формасын келтіреміз. Ұзын етіп жасаймыз. Сосын ұзын таяқшаға, яғни спашкаға кигіземіз. Барлығын жасап алдық. Енді қамырына кірісейік. Үстіне холодильникте тұрған сары майды осылай теркалап өткізіп аламыз да, ұнды ұнтақтап аламыз, араластырып. Үстіне тұз бен разрыхлительді салып, айран құйып, қамыр жасап аламыз. Бетін жауып, 15 минутқа холодильникке қоя тұрамыз. Қамырды енді бірнеше кішкентай бөлшектерге бөліп, домалатып жасап қоямыз. Қамырды домалақ етіп бөліп жасап қойдық. Енді бір бөлігін алып, домалақ етіп жаямыз оқтаумен. Қамырды домалақ етіп жайып алдық. Енді осылай шетін кесіп шығамыз. 5-6 жерінен екінші жағында соның қатарынан солай кесіп шығамыз. Енді ортасына жаңа дайындап қойған фаршты саламыз. Осылай видеодағыдай бір-біріне айқастырып, жабыстырып шығамыз. Екіншісінде дәл солай жасап шығамыз. Қамырымызды домалақ етіп жайып, шеттерін кесіп, ортасына фаршын салып, айқастырып, жабыстырып шығамыз.
Мен барлығын жасап шықтық. Енді жұмыртқаның сарысын бетіне жағып 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Самсамызды жасап шықтық. Дәмі енді керемет болып шықты. Бізге өте ұнады. Жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Көп рахмет.